Сәлем қыздар, менің рецептіммен орама рулет ханым жасап көріңіздер. Қамырдың жасалу жолын описанияға жазып кететін боламын. Мен фаршты үйден өзім өткіземін. Кішкене құйрық қосып жібердім. Осылай картошка пияздарымды ашып, жақсылап, ұсақтап, кубиктап турап алдым. Сосын қыздар, менен сіздерге лайфхак болсын. Манты немесе орама жасаған кезде капустаны майдалап турап қосып жіберсеңіздер, тамақтарыңыз сочный болып шығады. Осылай пияз бен капустаны бірге біріктіріп, кішкене тұз және қара бұрыш салып, осылай қолмен мыжып алуымыз керек. Кейіннен фарш пен картопты салып, тұз және қара бұрыш салып, барлығын бірге араластырамыз. Ал енді қамырды осылай 4 бөлікке бөлеміз. Мантоварканың 4 листына 4 орама шығу үшін. Осылай бір кішкене оқтаудың көлемінде етіп жайып, начинканы да 4-ке бөліп салып, ораймыз. Ортасынан 2-ге бөліп, мантоваркаға саламыз. Сонымен біздің дәмді орамамыз дайын. Сақтап алсаңыз лайк және комментарий күтемін.